негизинде жумуш жасоодо жөн салдым. Олай болса, назарларыңызда аюулуу смарт фермасы. Өздеріңіз білетіндей, кейбір ауылдық жерлерге электр көзі тартылмайды. Олар 1-2 шақырым шалғай жерлерден алынады. Сондықтан мен оңай жолы жел мен күн сәулесінен энергия көзін алуды жөн санадым. Бұл жобаны жасаудағы мақсатым ауыл шаруашылығындағы мал ферма тұрғындарының жағдайын жақсартып, қолайлы туғызу және де жылқы малын өсіріп, оның пайдасын тигізу. Жылқы өсірудегі ең бірінші міндеті ол негізгі бағытын анықтау. Ал негізгі міндеті ол бізде экономикалық жоспарын құрып, шығысы мен кірісін анықтау. Негізгі міндетті табу және де екінші міндеті ол бізде иесіне табыс әкелетіндігін дәлелдеу. Күн жел электростанциясы ретінде киловаттың комплектін алып, жобаның құнын шығарып, заманауи ақылды ферма макетін дайындау. Жаңағыдай өткенде мен бұл жерде күн мен жел сәулесінен электр көзін алуды жөн санап отырмын. Сондықтан мен осы